Биыл қазақтың көрнекі ғалымы, қоғам қайраткері, Алаш қозғалысының жетекшісі Әлихан Бөкейхановтың туғанына 155 жыл. Осыған орай Алаш қозғалысының көсемі атты бейне жазбамды ұсынамын. Әлихан Бөкейхан 1866 жылы қазіргі Қарағанды облысы Ақтоғай ауданында дүниеге келген. Әкесі Нұрмұхамед Әлиханды 9 жасында молдаға оқуға беріп, кейін мектепте білім алды. Одан кейін Қарқаралыдағы 3 жылдық училищеге түсіп, оны үздік бітіріп шыққан. Осылайша 16 жасында Омбының техникалық училищесіне түсіп, 20 жасында Санкт-Петербургтағы орман шаруашылығы институтына түскен. Әлихан Бөкейхан даңқты қоғам және мемлекет қайраткері. Оның бастамасы Қазақ газеті ашылды, Алаш партиясы, кейін Алаш үкіметі құрылды. Ол қазақ халқының 19 ғасырдың соңы, 20 ғасырдың басында Алаш ұлт азаттық қозғалысының идеялық негізін қалаушы әрі жетекшісі, қазақтың Алаш атты тұңғыш саяси партиясының әрі қазақ-қырғыз ұлттық территориялық автономиясының төрағасы болды. 1917 жылдың желтоқсанында дүниеге келген, 1920 жылдың тамызына дейін қызмет еткен Алаш автономиясы бүгінгі Қазақстанның негізін қалап берді десек болады. Әлихан Бөкейхан даңқты энциклопедист, ғалым, 2 жоғарғы білім бойынша ормантанушы ғалым, агроном әрі заңгер, табиғи дарыны бойынша тарихшы, экономист, этнограф, әдебиеттанушы, журналист әрі публицист, сондай-ақ жер пайдалану мен мал шаруашылығы бойынша теңдессіз маман болған. Оның осы күнге дейін табылып жинақталған ғылыми публицистикалық мұрасы 15 томға жетті. 1937 жылы 27 қыркүйекте Әлихан Бөкейхан тұтқындалып, 1 айдан кейін жалған жаламен 71 жасында Мәскеуде ату жазасына кесілді. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.